Assalamu alaikum dostlar. Bugün 30 sentyabr 2022 yıl. Мен атым Бақыт Борошев. Bir жұма мұрын жоғарғы соттың төрағасына приемна жазылып елем. Кече саат 12-лерде чалып. Болды, келеріңіз ертең саат 15:00-де сізді қабыл алады деді. İşlerim бүтіріп түні саат 11:30-да түні шықтым. Келдім, жүдеп, қақап, сақалдарымды өстіріп. Келсем, бүгін саат 12-де түшкі. Жоғарғы соттан чалып, төраға қабыл алынбайды екен. Жолугушу жокко чыгарылды дейт. Бул эмне деген? Урматтуу жогорку соттун төрагасы Базарбеков. Мен өзү сизге Жалал Абад шаарынын, областынын сотторунун үстүнөн даттанганы келип атсам, 100% мыйзам чечим чыгарып атат деп. Сиздин кылган ишиңиз эмне? Bizde Kırgız Respublikasında bilik el üçün işleydi. El bilik üçün emez. Урматтуу президент, жогорку соттун төрагасы жөнөкөй жарандарға ушундай мамиле кылып отса, жөнөкөй райондук соттордун кылган мамилеси кандай болот? Урматтуу Базарбеков, дагы бир жолу сизге кайталап кетейин. Бул эмне деген мамиле? Эгерде жарандарға кызмат кыла албасаңыз, анда барып жеке бизнесте иштеңиз. Мамлекет кызмат отурбайт.